келіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз 1984 романы туралы болады. Авторы британдық жазушы Джордж Оруэлл болып табылады. Джордж Оруэлл бізде 20 ғасырдың ең танымал және әйгілі жазушылардың бірі. Ол бізде Англияда дүниеге келген, сонымен қатар оның шын есімі Эрик Блэйр болып табылады. Ол бізде жазушылықтан бөлек журналист және саяси ойшыл ретінде әлемге танылған. Оның көптеген шығармалары бізде пропаганда, адамдардың бостандығы, тоталитарлық қоғам туралы жазылған. Тағы да қызықты факт осы кітап жайында болады. Бізде Джордж Оруэлл 1949 жылы осы кітапты жарыққа шығармас бұрын көптеген елдер осы кітаптың шығуына қарсы болған. Оның ішінде бізде Ресей Федерациясы қарсылық танытқан. Себебі бұнда бізде көптеген шындықтар және пропаганда, әлемдегі тоталитарлық қоғам туралы және де бостандық туралы ашық және айқын жазылған. Себебі бізде Джордж Оруэлл өзінен саяси ойшыл болып табылады. Кітаптың мақсаты өз айтып тұрғандай 200 жылдық соғыс кезінде жазылғандықтан көптеген елдерде тоталитарлық жүйе дамыған болды. Бұл жүйенің адамдарға, қоғамға беретін зияны кітапта ашып жазылған болатын. Әсіресе адамда сөз бостандығы, ой бостандығы болмаған кезде, еркіндік болмаған қоғамдағы өзгерістердің оның құлдырайтындығын автор нақты факт ретінде түсіндіріп өткен. Біз оны қазіргі заманмен өте көп жағынан байланыстыра аламыз. Сонымен қатар бұл кітапта жалпы адамдар шынайы өмірден алыстағандығын, шынайы, яғни шындықтан алыстағандығы туралы айтылып кеткен болатын. Ал енді кезекте кітаптың басты сюжеті мен романына келетін болсақ, басты кейіпкері Уинстон Смитке келеміз. Уинстон Смит тоталитарлық қоғамда Океания атты құрлығында өмір сүреді және ол шындық партиясында жұмыс жасайды. Шындық партиясы деп айту өте қиын, себебі ол жалған ақпаратты беріп отырады, яғни қазіргі, өткендегі, болашағы жайындағы бүкіл статистика, ақпарат, бақылаушы бүкіл ақпаратты халыққа өтірік жалған ретінде ұсынып отыратын партия болып табылады. Уақыт өте келе осы партияда көп жұмыс жасағаннан кейін Уинстон қатты ойға беріледі. Неге адамдарды алдайды? Тек қана адамдарды ақпаратпен емес, бақылауда да ұстап, яғни былайша айтқанда еркін қоғамда өмір сүрмейміз деп, шындық сонда да өмір сүру керек деп жеке күнделігін арнай бастайды. Оның қасында Джулия атты жас маман жұмыс жасайды. Ол кезде қыздың адамға, ер адамға бір сезім білдіру өте опасыз болып саналғандықтан, Джулия батыр қыз ретінде өзінің сезімін, Уинстонға деген сезімін кішкентай параққа жазып, «Я вас люблю» деп қолына ұстатып кетеді. Оны өз кабинетіне келіп, ашып оқып көрген Уинстон, Джулияның мықты, мен секілді партияға қарсы шығады деп сеніп, Джулия екеуі бір-бірімен романын бастайды. Екеуі басында осы күнделікті жүргізбес бұрын бір-біріне уәде етеді. Ол күнделік жайында ештеңке айтпаймыз, бір-бірімізді сатпаймыз деп уәде ететін болады. Уақыт өте келе күнделіктің жазбасы өте қорқынышты, өте қауіпсіз екенін біле тұра, екеуі шындықты халыққа жария қылып саламыз деп жазып жүреді. Олар партияға қарсы бір команда бар, яғни команда партия бар деп сенеді және сол партияға қосылғысы келетіні жайында бір-біріне айтып талқылап жүреді. Күндердің бір күнінде О'Брейн атты жоғары лауазымда жұмыс жасайтын адамды кезіктіреді. Уинстон ол адамды тура біз секілді партияға қарсы адам деп біледі, бірақ өз ойларынан қате кетеді. О'Брейн ол кейіпкер партияға қатты, былайша айтқанда, фанаты ретінде саналады. Ол Big Brother'ды құрметтеп, партия үкіметінің қоғамдағы бүкіл ақпаратты қабылдап партияға келісетін қатты мықты адам болып саналады. Сосын өзінде Джулия мен Уинстон күндердің бір күнде О'Брейнге барып, өздерінің күнделік жайында толықтай ашып жария етіп салады. Оны естіген О'Брейн өте қатты ызаланады да партия мемлекеттеріне, яғни осындай қарсы шыққан адамдармен бірге жұмыс жасайтын бөлек үкіметке барып, күнделік жайында атап өтетін болады. Ол күнделікте барлығын толығымен оқып шығып, Джулия мен Уинстонның партияға қарсы, яғни жау адам екендерін барлығын дәлелдеп, халық алдында 101-ші комнатаға Уинстон қамалып, 3 ай бойы азапталады. 3 айдан кейін партияның билігіне толықтай көніп, Big Brother'ды қалай жақсы көретінін барлығына ант беріп, халық алдында ақталады. Және де Джулия мен Уинстон осы кезде кездеседі, және де бүкіл берген уәделерін мен сені саттым, енді бір-бірімізбен қауышпайық деп осы жерде қоштасып кетеді. Уинстон өзі де жаңа үкіметке жұмыс жасайды, бірақ оның жаңағы тағы да басқа партияның бөлімдері бұл ой, махаббат, тарих бөлімдері болады. Яғни
ол жаңағы партияның қызметкері болғандықтан оның кабинетінде барлық жерде осындай Big Brother'дың фотосы тұратын болады. Тіпті далада Big Brother is watching you деген фотоларды көруге болады. Бұлардың барлығы қоғамды үрейде ұстау үшін жасалған. Яғни қоғам әрдайым үрейде болатын болса, онда өзінің ойын айтатын жаңағы үкіметке қарсы келетін адамдар болмайды. Сондықтан олардың барлығын тіпті ойына келген қылмысы үшін оны жазалап отырған. Сонымен қатар қоғамды осы тоталитарлы түрде ұстау үшін пропагандалар жүргізеді, жаңағы лозунгтармен, көптеген жаңағы парадтармен, тек қана өзінің мемлекетін керемет деп санайды, жаңағы океанияны. Сол жердегі жаңағы жердің және де барлық мемлекеттерге қарағанда океания мықты екенін дәріптейді. Осы жайлы айтылған партияда. Келесі тақырыбымыз ол ақпарат, пропаганда және де шындық. Бұл романда үкіметтің ең қауіпті қаруы ол ақпараттық бақылау болып табылады. Яғни Уинстон министрлікте іс атқарып отқан кезде олар ақпаратты, шындықты олар үкіметтің мүдделеріне қарай ауыстырып халыққа көрсетіп шыққан. Және де бір қызығы осы өзгертілген ақпараттарға халық өзінің ойын, пікірін немесе қарсыластығын білдіруге тыйым салынған. Және қысқаша айтқанда, осы адамның, яғни халықтың ақпаратқа сенуі бұл үкіметтің қолында болды. Джордж Оруэллдың осы кітапта айтқысы келгені ол ақпараттың яғни қаншалықты күшті екені, ол адамдарға осы бір ситуация болса бір көзбен қалай қарау керек екені айтқысы келіп тұр. Және де ақпарат ол тек қана хабарлау емес, ол үкіметтің мықты бір күші деп те айтсақ болады. Және де үкімет осы ақпараттар арқылы халықты қалай өз қолына алып отыр. Одан да айтып кетсек, адамдардың ой өрісіне, ойлауына, тіпті сезімдеріне де осы ақпараттар әсер етіп отырады. Кітабымызды қорытындылай келе, 1984-те Джордж Оруэлл ол кітапта бірнеше цитатаны белгілеп кеткен. Сол цитаталардың мазмұнын сіздерден сұрасам, ең бірінші старший брат смотрит на тебя цитатасын қалай түсіндіңіздер? Мен мысалға оның батысымен, ол кісілер сол кезде камераларда, бақылау камераларында отқан ғой. И сол кезде ол жақта яғни старшылар, яғни сол жақта үкіметті басқаратын адамдар болады. И солар бұларды қатты қадағалап, камералардан қарап, қатты қинап, тергеу жүргізген де болады. Осылай қабылдадыңыз. Старший брат деген мен ойлаймын, ол жерде партия басқарғандықтан, ол жақта бүкіл сен тіпті үйінде отырсаң да сені бақылап отыр деген секілді. Сол үшін оларда мүлде еркіндік болған. Кітаптың соңында ол жаңағы старший брат смотрит на тебя дегенге қарап, ол қалай сол старший брат жақсы көретінін айтады. Яғни түптің түбінде ол старший браттың бар жоғына күмәнданса да, оны күшпен соңында сол старший братты жақсы көруге, оның қарап тұрған әрдайым сезінуге үйретеді жаңағы ойын. Мен жаңа Айбек айтып кеткен сөздеріне келсем, яғни аға қалай қарайды, сол сияқты үкіметте адамдарды бақылап отырады, яғни микрофон, спешка, тағы да басқа құралдар арқылы, яғни әрқашанда халық бақылап отырады. Екіншісі, мына цитатасы ең мықты және ең танымал табылады. Свобода – это рабство, война – это мир, незнание – это сила деп атап өткен. Осыған қалай көзқарастарыңызды айтып өтсеңіз? Енді бұл жерде былай ғой, қоғамда ақылды өз ойын ашық білдіретін адамдар бар жерде бәрібір де мемлекет қалаған ісін жүргізе алмайды. Ақымақ қоғамда өз ойы жоқ қоғамды басқару болмайды. Оған не айтсаң да, сен қара деп берген нәрсені қара деп көреді, ақ деп бергенді ақ деп көреді. Еркіндікті де солай, еркіндік, ақыл, жалпы барлығы бірге жүретін ұғымдар болғандықтан, ойлаймын өздерін басқару үшін осы сөздерде бөліп тапқан. Кітапта еркіндік деген сөзді толығымен алып тастады деп айтады. Ол жаңағы сөйлер жасамай кездеше еркіндік немесе бостандық деген сөздің барлығын. Бос мысалы жаңағы орындар бос, мына жер бос деген жерде тіркес қана қолданатын болады. Ал еркіндік былай мүлдем алып тасталатын болады. Яғни болашақ ұрпақ еркіндіктің не екенін білмейтін болады. Еркіндікке шектеу болады.
еще бізде қазақ айтады ғой, білімсіздің күні қараңғы деп айтады ғой. Яғни негізі шынымен де оқымаған, тоқымаған адамның бұл өмірдегі алатын өзінің орны да өте төмен болады да. Оған адамдардың да көзқарасы солай өзгереді. Білімді адам всегда ол жоғарыда тұрады, ол жоғарыда жұмыс істейді, жоғарыда дәрежеде алады деген секілді. Сол үшін де адам всегда білім алу керек, және сол білім арқылы оны көтереді адам. Менің ойымша осы ойын әртүрлі дегенге, ол адам яғни бір нақты бір мемлекет өзінің мүддесіне қарай басқа екі мемлекеттің қақтығыстығын қолдамауға қару-жарақтарды сатып байып кетуге яғни байлыққа көтеріледі соғыстың. Ол да дұрыс. Енді тағы да бір екі цитатасын айтсақ, біріншісі ол реальность существует только в человеческом сознании деген бар. Ол жайлы қалай ойлайсыздар? Айтады ғой, әркімнің шындығы өзіне дейді ғой. Негізі адамның ойы өте жүйрікті. Адамның дүниеге келген кезде осы басқа жануарлардан, өсімдіктерден ерекшелейтін нәрсесі осы именно ойлау қабілеті болып табылады. Яғни бізде осы ойлау қабілеті арқылы біз ерекшеленеміз. Әркімнің ойы әртүрлі, әр адам осы ойы арқылы басқа адамдардан прям ерекшеленеді. Сол үшін де ойлау өте жүйрік. Жүйрік, былай айтқанда шынайылық ой, әр адамның шындығы бар, сол шындықты кейде ұрлап жасауға тырысады. Ол жерде айтады ғой, мен ешнәрсеге сенбеймін, бұлардың бәрі өтірік сияқты, біз Астазия емес, Евразиямен соғысып жатқан сияқтымыз деген сияқты. Оның реальності партияның реальностімен тура келмейді. Партия біз ұшақты ойлап таптық деп жазса, ол өзінің кішкентай кезінде біледі, ұшақты олар ойлап таппаған. Сол сияқты ол жаңағыдай партияға мүлдем сенбей проектқа кездесіп қалады. Осы кезде айтады ғой, власть это не средство дейді. Олар цель деп айтады. Осы кезде ең цитаталар бар. Осы кезде тоталитарлық қоғам болғандықтан адамдарды шындықтан шектейді да, шындықтан шектейді. Сондықтан тек қана сол Уинстон қарсы шығады. Қарсы шыққаннан кейін властьтың өздері де оған қарсы атака жасайды ғой. Мысалы, барлығын біз ойлап таптық, ұшақты да біз ойладық, біз осы нелермен күресіп жатырмыз, сендер үшін деген секілді оларға керісінше шығарды. Бірақ Уинстон өзі ғана қарсы шығып, осы Джордж Оруэллдің жазғаны осы кітапта бейнеленген барлық шындығы туралы жазады да, яғни мемлекеттің жасырып жатқан шындығы жайында жазады. Сондықтан нелер бар ғой, адамдардың жағдайы жылдан жылы керемет болып кетіп бара жатыр, статистикамен адамдардың барлығын алдайтын болады. Ал оған подтверждение беретін уже жаңағы үлкейіп кеткен адамдар уже есінде емес та, олардың кезінде жағдай қалай болғаны, шынымен жақсарып жатыр ма немесе жаман болып жатыр ма тексереді алмайды. Қазір ол негізі актуалды мәселе, өйткені біз ойлаймыз, енді біз өзіміз қазір демократияны өтіп тұрғандықтан жаңа заман, жаңа ғасыр деп ойлаймыз, бірақ әлі де мемлекеттер бар, осындай жерде өмір сүретін, мысалы соғыс болып жатқан жерлерде де мысалы соғыспен шынымен біз бейбітшілікті орнатамыз деп ойлайтын жерлер бар. Мысалы екінші дүниежүзілік соғыстан кейін барлық көптеген елдер білім жолын дамытуға шешім қабылдағанда, олар ойлады, біз барлық қасиеттарды келісілумен шешеміз деп. Ал бірақ сондай елдер қалды, әлі де соғыс істеген, соғысқа белгісі бар. Солтүстік Корея тоже сондай мемлекет қалды. Мысалы, ядерный бомбадан әлі де отказ бермеген, соғыс тоқтатып отқан мемлекеттің бірі. Еще Иран мен Израиль арасындағы соғыс қаншадан бері болып жатыр. Россия мен Украина арасындағы соғыс деген сияқты ғой. Алдында Израиль мен Пакистан білді. Палестина арасында да үлкен соғыс болды. Кәдімгідей әлі күнге дейін бұл соғыс 2019-дан бері басталып алып келатыр да, уже 6-7 жыл болып қалды ғой. Әлі бітпей жатыр, жалғасып келатыр деген сияқты ғой. Қазіргі 21-ші ғасырдың өзінде де соғыс әлі күнге жалғасып келе жатыр да. Осы кезде айтады ғой, если хочешь увидеть образ будущего, представь сапог дейді, топчущее человеческое лицо деп қандай. Адамның бетін бүйтіп басып жатқан деген секілді. Сол үшін де кітаптың мұқабасын, сол кезде Джордж Оруэлл автордың өзі жазған аяқ киім, яғни сол кездегі аяқ киімді, осы кітапты жазып отырған аяқ киіммен бірге қойған, мұқабасына қойған болып саналады. Осындай кітаптың атын өте көп. Біз басында ойлағанбыз, енді кітапты
тыңдаған кезде 1984 жылғы оқиға ғой енді бірақ қарап тұрсаң, бірақ оқыған кезде уже түсінесің, қазір деген бәрі оқу керек кітап екен ғой деген. Негізі 1944 жылы жарық көрді ғой. Сол кездегі жарық көрген кітап әлі күнге шейін мысалы оның ішіндегі проблемалар актуалды да, әлі күнге шейін актуалды. Көбінесе айтады ғой, мысалы ол кітаптың негізгі моралі Джордж Оруэлл өзінің бір осындай несінде журналистика болғандықтан одан сұхбат алған болатын. Сондай бір сұхбатында былайша айтқанда Құдай дейді адамдарға әлемді сыйлады дейді, оның ішінде су бар, күн бар дейді, құстар, кәдімгі тірі фрукты бар дейді, бірақ адамдар керегі жоқ. Мысалға войнаны тапты, қарыз дегенді тапты, және былайша айтқанда ол сыйлаған нәрсені кірлеп жатыр деп айтады. Адамдардың өзі де, ойы да, мінезі де барлығы өзгерді дейді. Ең бірінші осы партияның арқасында деп, ең алғашқы сол 20-шы ғасырда қарсы шыққан адамдардың бірі болып табылады. Сондықтан ол өте аса құрметке ие тұлға 20-шы ғасырдан бергі. Және де кітаптарында, мысалы, екі кітабы бар, ол екі кітап жарық көрген. Бірінші осы 1984, екіншісі Скотный двор деген кітабы жарық көрген. Осы екі кітапта да тоталитарлық қоғамды, осы адамдардың жүйенің қалай жұмыс жасайтынын, партияның қалай өтірік алдайтыны туралы жазылғандықтан осы кітапқа атап өткен. Және де бірнеше мемлекет соны біліп, осы кітаптардың шығуына қарсы, яғни шектеу қойған болатын. Осымен біздің подкастымыз аяқталды, достар. Бізді көргендеріңізге рахмет. Алдағы уақытта сіздермен кездесеміз. Сау болыңыздар. Бізде 1984 ой жылғы деп жатыр ғой. Ағат екеуміз Даркия, Дария достар. Ойбай. Ендігі кезекте келетін болсақ, 1984 жылда ой